Баршаға сәлем. Кухнямды жуып тазалап атқам, бір кезде енем звондады. Кешкеге қонақ күтеміз, дайындал деп. Айтсаңыз болды ғой деп, холодильниктегі бар заттарды шығарып, дайындықты бастадым. Тауық аяқтары жуып тазалап, тесіп, салқын суға салып, осылай тұздап, 30-40 минутқа тұзы сіңгенше қойып қоямын. Содан кейін майонезбен, ащымен маринадтап пісіріп аламын. Балғымды да шығарып, жуып тазалап, кесіп, тұздап, содан онтта қойып қоямын тұзы сіңгенше. Сосын осындай жүгері ұнымен малып, қайнап тұрған майға қуырып аламын қызартып. Булочкамның қамырында осылай дайындап қойып қойдым. Іскеннен кейін пешке салып пісіріп алдым. Сосын самсамды дайындадым. Салмасына асқабақтан салдым. Фарштан салмай қояйын деп, өйткені манты жасадық. Салаттарымды дайындап бастадым. Әр үйдің қонақ шақырғанда дастарханда болатын, ол цезар ғой, әдем көрінеді. Тәттілерден тек қана Наполеон пісірдім. Рулетпен медовикті сатып алдық. Кейде ойлап қоямын, 2 келін болсаң барлығына үлгеретін шығарсың деп. Сосын енем сиыр етінен холодец істеген болатын, өте дәмді шықты. Дастарханымды жайып, барлығын дайындап қойдым. Қонақтарымыз да келді, көп отырған жоқ, тез қайтып кетті. Сосын чек еткізіп, дастарханымды жинап алдым. Барлығын кухняға тасып, саусағымның көмегімен бұларды чек еткізіп, жинап, жуып, тазалап алдым. Ал енді демалуға болады.